Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 29-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта біз дені саудың жаны сау тарауы бойынша денсаулық зор байлық, заттың атын білдіретін сөздер атты тақырыппен танысамыз. Бұл сабақта сен берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айтасың, заттың атын білдіретін сөздерді ажыратып, сұрақ қоясың. Балалар, денсаулық зор байлық дегенді қалай түсінеміз? Дұрыс айтасыңдар. Денсаулық баға жетпес байлық. Ниеті түзу, ойы таза адамның денсаулығы жақсы болады. Денсаулық ол күлуің, көңіл күйің жадырай. Денсаулық ол жүруің, ешбір жерің ауырмай дегендей. Денсаулықты күте білсең, ұзақ өмір сүресің. Балалар, бізді қоршаған әлемде әртүрлі заттар бар. Сол заттардың атын білу үшін біз оларға кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қоямыз. Не деген сұрақ бір ғана затқа қойылады. Мысалы, не, щетка, нелер, щеткалар. Ал кім деген сұрақ балалар адамға қойылады екен. Кім деген бір адамға қойылады. Мысалы, кім? Дәрігер. Ал кімдер деген көп адамдарға қойылады. Кімдер? Балалар. Сонымен балалар, заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады екен. Енді балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Суретке қара. Суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар балалар, суретте біз күн тәртібін көріп тұрмыз. Қалай ойлайсың, күн тәртібінің денсаулыққа қатысы бар ма? Денсаулық сөзін қалай түсінесің? Өз күн тәртібің туралы әңгімеле. Күн тәртібі сенің сергек болуыңа көмектеседі. Күн тәртібін сақтасаң, көп нәрсеге үлгересің. Енді екінші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Мектеп стадионында бір қария мен 7-8 жастағы бала күнде таңертең кездеседі. Қария түрлі жаттығулар жасайды. Арасында жүгіріп те қояды. Ал бала болса, тек итін қыдыртып жүреді. Бірде бала қариядан осынша жасқа келсе де спортпен айналысуының себебін сұрайды. Балалар, қарияның берген жауабын айтып көріңдер. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қойып, олардың заттың атын білдіріп тұрғанын байқаңдар. Үшінші жаттығу, көркем жаз. Асқар мен Марат үнемі жаттығу жасайды. Сондықтан олар көңілді жүреді. Төртінші жаттығу, өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Заттың атын білдіретін сөздерді тауып, оларға сұрақ қой. Кел балалар, келіңдер, қолдарыңды беріңдер. Мысық тышқан ойнайық, бірақ араз болмайық. Бұл ойынды ойнап көрдіңдер ме? Бұл ойын сендерге ұнай ма? Бесінші жаттығу, суретке қарап, балалардың көңіл күйін анықта. Сен бет әлпетіңді өлең мазмұны бойынша өзгертіп, әртүрлі көңіл күйді көрсет. Оны үйдегілер тауып көрсін. Уф дедім, туф дедім. Ой дедім, ах дедім. Эх дедім, о дедім. И дедім, е дедім. Мен неге үйттім? Кім айтар себебін? Жарайсыңдар балалар. Енді жұмыс дәптеріміздің 29 сабағындағы 3-ші, 4-ші жаттығуды және шығармашылық тапсырманы ұқыпты, дұрыс орындайық. Сізге сәт балалар.